Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Айдана. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, бір жасағаннан шығатын, жұп-жұмсақ болатын сүзбелі булочкалар дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құямыз, үстінен тұз саламыз, қант саламыз, және де ашытқыны салып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бір жұмыртқаның ағын саламыз, және де ертілген сары май салып, тағы да араластырамыз. Және де ұнды електен өткізіп саламыз. Ұнды осылай електен өткізіп саламыз. Міндетті түрде електен өткізу қажет. Және де қолымызбен қамыр илейміз. Қамыр кішкене қолға жабысқақтау болады, сол үшін үстінен аздап сұйық май құйып, тағы да илейміз. Мінекей осылай сұйық май құйғаннан кейін қолға жабыспайтын болады. Қамырымыз дайын. Енді бетін жауып, жарты сағатқа көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді булочкаларды дайындай береміз. Осылай пергамент қағазын противеньге төсеп дайындап аламыз. Және де видеода көрсетілгендей дөңгелек етіп қамырды противеньге саламыз. Осылай қолымызбен дөңгелек етіп жасап шығамыз. Егер де барлығы бірдей болсын десеңіз, таразының көмегімен өлшеп алуға да болады. Мінекей барлығын осылай дөңгелек етіп жасап шығамыз. Және де міндетті түрде арасын алшақ етіп қою қажет. Өйткені көтерілген кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Менде осындай 12 дана булочкалар шықты. Достар, менің каналыма егер де тіркелмеген болсаңыз, қоңырау батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде менің салып отырған видеоларым сіздерге келіп отыратын болады. Мінекей осылай жасап шықтық. Енді бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз начинкасын дайындаймыз. Яғни творогтың үстіне жұмыртқа саламыз, қант саламыз, жақсылап тұрып қасықпен араластырамыз. Бұл жерде творог дүкендікі немесе қолдікін пайдалансаңыз да болады. Ол маңызды емес. Мінекей осылай біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Начинкамыз дайын болды. Енді жаңағы біздің көтерілген булочкаларымызды үстінен осындай стаканның көмегімен басып шығамыз. Мінекей осылай барлығын үстінен басамыз. Енді жан жағын қолымыздың көмегімен тағы да бортик жасаймыз. Өйткені қазір начинканы салған кезде жанына шығып кету мүмкін, сондықтан осылай қолымызбен тағы да жасап шығамыз. Енді жаңағы дайын болған начинкамызды осылай бір шай қасықтан толтырып салып шығамыз және үстін тегістейміз. Осы уақыт аралығында пешімізді 170 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Енді жаңағы алып қалған жұмыртқаның сарысын үстінен аздап сүт құйып, жақсылап араластырып, булочкалардың жан жағына жағып шығамыз. Сол кезде біздің булочкаларымыз сап-сары әдемі болып піседі. Мінекей осылай барлығын жағамыз. Енді біз қызып тұрған 170 градус пешімізде булочкаларымызды 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің булочкалар дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп кетуді және де комментарий жазуды ұмытпаңыз.